бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалман. Қыздар, телефондарды қойыңдар, кітап оқитын уақытымыз келді. Қай кітапты таңдайсыздар? Абай атамыздың қара сөзінен оқиық. Атамыздың 18-ші сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимей ол дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбе, не киімі артық болмаса да, көңілінен қуат тұтып, тым айналдырмақ келбесімізді. Келбесін екі түрлі қылығы болады. Біреуі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс-тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Ал біреуі атын киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өз қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім киенің не арманы бар екен, дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағаны қиын іс.